Вот где весь народ. Это Чимкент Плаза. Приветствую вас. Здорово. Че, пойдем к ним. Что делать? Послушаем, что скажут люди. Извините, ключи я вам не оставлю, потому что в Арысе уже был такой случай. Оставили машину, остались без машины. Перчатки пускай полежат. Пойдем посмотрим, что происходит. Там кто-то в центре говорит, на человека направлено несколько видеокамер. Прокуратура здесь. Халықты тыңдайық, не дейді? Ислам за народ, жігіттер. Рахмет, жігіттер. Асыққаның ғой. Соға мен Бекжанға бар, Бекжанды іздеп жүрмін ғой сендер бәрі. Жоқсыңдар. Кім сөйлеп отыр, не болып отыр өзі? Бері қараңдар, жігіттер, бері қараңдар, тартыңыздар. Бері қара, мына. Халықтың қамына жатқан жігіттер келді. Жинал. Сөйлейтін адам бар ма? Айтатын адам бар ма? Братан, сөйле. Бізге биліктен керек сөйлейтін болғанда. Мен ақ сөйлеймін, биліктен керек. Бізге шешетін адам келсін. Шешесіз ба? Шешетін адам керек. Құры уәдемен осы уақытқа Құры уәдемен алдап қойдың қажеті жоқ. Бізге нақсын, айтсын, ашып, болады нәрсе, болады, болмайды нәрсе. Халықты алдап тентек қылудың бұл жерге қажеті жоқ. Халық әні міне деп сеніп жүретіндей жағдайда емес қазір. Баспана арыста тұрмаймыз деп жатыр. Тұрмаймыз арыста. Бізге баспана қажет. Арысқа баспана қажет. Баспана! Сөзбен уәде беріп, бізді көпіректе тұрған кек болса, сөзбен алла қоймасын бізге. Халық көтерілмес, өкімет, ойланыңдар. Келешегіміз не болады? Ал жастар алдыға тартылғанда артқа қарай тартпаңдар, қайта көмектейсіңдер. Бүгін Арыстың басына келген нәрсе еді, Шымкенттің басына келеді, Шымкент жігіттері. Құр сөзбен алдап қоймасын бізге берсін, арыста тұрмаймыз. Тура Ешке барады, ана хабарады, істеп жүрміз. Бізге берсін, жаны ашетін солар емес, президент берсін бізге. Бермесін емес, Шымкенттен, Түркістаннан жақын жер Тараздан алып берсін. Немесе Қомағол келіп, енді алып берсін. Bir бөлмелі болсын алып берсін. Далада қаңғыртпасын, бауырлар. Үкіметке кішкене жиналай. Осыда елде қазаққа көмектеспесе, несімен қазақпыз біз? Там стоит начальник департамента города Шымкент. Я не знаю, какие к нему могут быть требования. Он департамент полиции возглавляет. Хотелось бы кого-то услышать из акимата, увидеть тех, кто может сказать. Далада жатыр симағаннан. Атылы шырылдап киіп қалған балаларға көмек, больницадан көмек берілмеген не ол, не?
Кто-нибудь есть из акимата здесь? Аяқта бағана негізі Бердібек Сапарбаев барлық ақ мешітке келген. Ақ мешітке? Халықтың бәрі мұнда жүрсе, олар ол жақтан не істеп жүр? Намаз оқып жатқан кезде халық берді. Кім? Бердібек Сапарбаев намаз оқып жатқан кезде бәрі шығып кеткен ба? Не ал дейді мұны? Сен де суретке түсетін уақыт тауыпсың, братан. Халық жылап атқанда суретке түсейік деп қоймайтын оты. Что за народ иногда попадается вообще? Несознательный. Что-то я не совсем понял. Ситуация понятна. Все банально. Народ требует жилья. Никто не настаивает на том, чтобы жилье было предоставлено в городе Шымкент. Хоть где. Главное, чтобы это был полноценный обмен на то, чтобы у них появилась какая-то возможность жить. Но, как ни странно, вы сами видели, ни одного представителя акимата здесь у нас нет. Один Ералы стоит, отдувается. Он начальник департамента полиции города Шымкент. Какой с него спрос? Вот эти прокуроры, которые снуют туда-сюда, это вообще безрукое какое-то ведомство какое-то непонятное, вечно занимающееся отписками. Зачем они здесь нужны? Не понял я. Я очень надеюсь, что сейчас люди смотрят и вот эта вот супергруппа мониторинга в акимате, при акимате, которые ждут, когда с моего языка спадет то, за что можно будет зацепиться клешнями, дряблыми вашими клешнями. Я надеюсь, что увидите, ребята. Вы кто-нибудь сюда приедете, с народом поговорите. Мне резонный вопрос задают. Сен шешемайсың ғой, реке, сен билік емессің ғой деп. Ну да, мен билік емеспін. Может, все-таки кого-то отправите? Биліктің хотя бы бір орынбасарын, не знаю, а? Я думал, действительно беспредел какой-то там. Люди хотят прям трехэтажные особняки себе, хотят себе там по Майбаху. Нет, у них простые требования. И главное, никто здесь беспределом не занимается, как это уже успели окрестить. Да, типа вот, народ вышел на несанкционированный митинг. Вообще-то они просто свои чаяния высказывают. Не митингуют, никого не вижу с транспарантами, с плакатами, с призывами. О, хотят Нуротан пойти. Здесь их никто не слышит. А что вы хотите? А, билик. Где там этот Зынзын наш? Где остальные? Уже в конце концов дайте людям высказаться. Они объяснятся. А то вы сейчас начнете их потом гасить дубинками. У вас же такая практика уже наработанная, да? Чтоб там не услышал Назарбаев. Фиг с ним там, Токаев пускай слушает. Главное, чтоб Назарбаев не услышал. Да, до остальных там проблем нету. Надо сюда человека отправить. Вот на Нуротан сейчас пойдут, хотя бы там подготовьтесь. Послушайте, пусть несколько активных выйдут, скажут конкретно. Требование-то одно. Чан жақтан естіп отырмын ғой, ар жақта да бір кучка жиналады, мына жақта да бір топ жиналады. Бәрі бір нәрсені айтып отыр. Ералхан идет. Как побитый горожанин. У бедного баклажка за поясом. Рация отдувается за всех. Как это вообще такое допускается? Ереке, а чё, где акимат? Чё вы один стоите, отдуваетесь? Вы тут при чем вообще? Нет, они требуют областного акима. Ну пускай Шукеев приедет, а в чем проблема-то? Если Токаев смог прилететь, да. Какие проблемы? Пускай позовут тогда Шукеева. Дайте номер Шукеева, я им сейчас сам позвоню. Өмекем мыналарын ұят қой, қайда не зын-зын жоқ, не өзіңіз жоқсыз. А чё этот Ерекен ходит здесь, отдувается один? Халықтың алдында стоит, как этот. И он вообще ничего не знает же, он же просто сотрудник полиции же. Причем тут он? Его задача не допустить кровопролития, чтобы тут дубинками не махали по беспределу. Вот его задача, он выполняет, не дает людям заехать сюда. Полностью перекрыли, регулируют движение. Все, он свою работу выполнил. Не керек сізге так. Шақырсаңдаршы, қайда ана биліктеріңіз? Где все остальные?
Пока шуметь не начали еще сильнее, я так думаю, что пора уже выходить сюда, пообщаться с людьми. Там, видимо, вы в мечети не смогли их убедить. Уже давайте мында келіңіздер. Этот вопрос можно было в мечети закрыть. О жақта не болған негізі? Я не в курсе, я не был там. Но другие люди были там. Надо было народ там. Народ требует перевести военную часть в другую сторону. Да это понятно, да. Не, либо народ надо перевести, либо военную часть надо перевести. Мы уже Жігіттерді берді мысалда Ағдала бар да, қасында қаншама ауылдар бос жатыр дұрыс па? Мысалы, елімізде қаншама байлар бар, чиновниктер бар, әншілер бар, бишілер бар дұрыс па? Елімізге пәлен түген не дейді? Көмектесіп жатыр дейді. Билікке ақша беріп жатыр дейді. Билікке ақша бергенше, лучше строительный компанияға міне саған ақша, міне осы жерге ауыл сап бер десе, қандай болады айтшы қазір? Ешқандай ондай жоқ қой бізде. Барады, міне ойбай чиновниктерге ақша бердік, чиновниктер істеп жатыр, қалтасына салып жатыр. Мен сенің сөзін бөлейін. Олар бүйтіп жатыр. Целиноградта Ақмола қалайық, мә ақша. Солай ғой да? Ақмоланы тоқта, Ақмола ұнамай қалды. Давай біз оны Астанаға қылайық, Астанаға мә ақша. Дұрыс па? Біраздан кейін барады да, бір адамның атымен барады да, пәленбай миллиард ақшаны. Павлодарды 30 жыл ауыстырмаған бір сағатқа Астананың Нұрсұлтан біз арыстық қандай қазақмыз сонда? Қазағымыз қайда? Сонда мені арыс керек емес. Арысына жігіттер. Арыстар қоя, көшірге болады сөйтіп. Қазақстанның байларымыз Қазақстанның Слушай, братан, сен атеист емеш, братан, қыстылыспашы. Қол бос емес, ауыз бос емес. Байқап отырсың ғой да? Қойшы. Жігіттер, айбетпеңдер да, андай бәлелеріңді қойыңдар. Селфиге түсейік, бүйтейік, сөйтейік. Ондай мәселе емес. Ауызбен амандасқаннан кейін жауабымды күт, мен де уағалейкум саламды айтамын. билік тыңдасын. Ал енді мен айтайын. Алдында да мен айтқам. Билікке бір рет емес, 3 рет қоңырау келген, 3 рет жарылыс болған. 4-ші ретте менің халықтың бәрі жиналды. Мені бәрі осында. Сендер керенсіңдер ма? Үстіндегілер билік не болады өзі? Керек. Сонда мына халықты тыңдайтын адам болмаса не болып кетті өзі? Бір-біріне жаны ашып, бір-біріне тамақтасып жатыр бұлар. Не істеп отырсыңдар төбеде? Міне кешіп міне анандай зат керек, мынандай зат керек дейді. Өтіргенмен жеткізіп атқандардың бәрі рахмет ағайындарға да. Сонда біздің билік не жеткізіп жатыр, айтыңдаршы. Еш нәрсе. Адамдардың көшірудің өзін халық көшіріп жатыр ғой. Билік военный КамАЗбен не көшірді, айтыңдаршы. Соғыс болса мақұл екен да, соғыс болса мақұл екен. Өрде соғыс емес, жарылып жатқан зданияда соғыс болса мақұл екен, көшіреді. Билік барып оны көшіру керек қой. Арыстар, бәріміз ыстарып, шөлдейді, қарындарын ашты. Плазаға кірек, демалай, шек, жек, өкіл түлесті. Халықтың көзі ашық, сана сезімі бар. Ондай белеге бармайды. Ашыл, адам үлкендер кірсін олда. Ашыл, үлкендер кірсін. Олар келсін, халықпен сөйлесін. Еркекше уәдесін берсін. Мешітте шешілген жоқ. Мешітте шешім таба алмады. Осы жерге келсін, беретін уәдесін берсін. Істесе істейді, істемесе қояды. Бізге керек емес. Керек емес. Военжасын өз қалсын, біз көшесін. Тоқаев мырза келіп сөйлесіп, уәде берді. Бұл жерде бір 30 адам отырды. Басқа ешкім естіген жоқ. Қалған халық қашып жүр жан-жақта, бала-шағасын жетектеп. Келсін Тоқаев мырза, болмаса кім Ғабидолла болсын, Түймебаев кім бар? Келсін биліктен басшылар, халықпен сөйлессін. Халықтың жүректерінде бәрінде мына жерде ешқайсысында баспана жоқ.
Мына бір киіммен жүргендер бар. Еркекше мына бір киіммен жүргендер бар. Береді деген бәрі өтірік. Көмектен мынандай жауап ауызша уәде. Әшін уәде. берді, қараңдар. Қазақстанның халқына мыңда бір алғыс. Өкімет тарапынан бір тиын мен білмеймін. Барлығына кеп атқан халық. Мына халыққа кеп берді. Сөздің ашығы. Міне, халыққа кеп беріп жатыр. Халыққа мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Жаңа бір нәрсе айтсам бола ма? Айт. Я өкімет түсінбеймін да мен. Өртенді ғой мысалы, я. Онда неге сигнал бермедіңдер арыс халқына? Одан кейін 60 мың астам халық барда эвакуацияға 2,000 адам. Қалғаны жаяу. Өткен нәрсені айтпай-ақ қойып, біз алдынан қазір болашақты айтайын. Бізге осы Шымкент Түркістан облысынан кебес, елі үй берсін бізге. Біз арысқа бармай-ақ қойып. Біздің ояққа баруға бізге ұйықтап жүрсіңдер ме, келмейсіңдер ме ертерек? тоқтаңдар. Биліктің бәрі күтіп отыр ғой, мына қашан шығарасыңдар деп. Берші микрофонды. Дәл ашыңдар. Амағам не керек емес. Ояққа біз суыққа шықтай алмаймыз. Ояққа шықтай алмаймыз. Бізге өше керек. Бізге баспана керек. Баспана. Мен өз басым айтайын. Маған жебесі болды. Қалған өзім жайлап тұрғызып алам. Осы неді. Енді баспана алынады. Сен жағдай шектейді оған. Сен тұрғызып аласың. Қалған тұрғызып аламас оны. Неден сұрамайды. Бұзат мені бұтыншар қуысшы мешіттен қорғат бәрі. Бәріміз Бекжанға қайттан барамыз. Ағайындар, билік басындағылар келсін, халық өзінің талабын айтады, болды. Егер орындалады, уәде орындалса, орындалады. Халық тек жаны ашып жатыр. Өз-өзіне бір-біріне жаны ашып жатыр қазір. Шықсын, келсін, анерге трамплин ба, не қойамыз. Шығып айтсын, қандай уәде береді, қандай жағдай жасап жатыр халыққа, қандай жағдай жасалады бұдан кейін. Қанша үй кеткені, адам кеткені, конкретно айтсын, болды. Бізге ешқандай басқа нәрсе керек емес. Баспанасы жоқтарға баспанасын қойып берсін, машинасы еткендерге машинасын қойып берсін. Болды. Жоқ, арысқа емес, біз осы жерде күтеміз. Темір бітет, братшы. Жоқ, мейлі, Темір талап етпесей. Баспана любой адамға керек. Темір бітет. Сол мәселені шешіп берсін, уәде беретін болса, уәде берсін. Болды, халықтың талап сол. Уәде керек емес. Нәтижені біз уәдеден кейін көреміз. Бірінші уәде. Все, что вы слышали, это конкретно требование, чтобы кто-то из руководства прибыл сюда. Акимат, областной Аким Шукеев, местный наш Аким Занзан. Да вплоть до президента. Главное, чтобы кто-то пришел и конкретно им объяснил, что будет сделано или что сделано правительством для того, чтобы люди почувствовали уверенность в том, что их само правительство не бросает. И все. Поэтому я думаю, что тут, в принципе, задача маленькая. Приехать, успокоить, поговорить, объясниться, конкретно сказать, что будет сделано, и на этом уже сыграть расход. Ну а пока вот народ говорит, что будет стоять и ждать. Сотрудников полиции стало в десятки раз больше. Нас тут уже полностью окружили. Никто не хочет провокаций, никто не хочет беспредела. Но я думаю, что для разрешения именно вот этого вот диалога необходимо, чтобы появилась
руководство города или области. Всем удачи, ждем.